Баршаңызға сәлем достар. Сіздермен бірге Дина. Арнама қош келдіңіздер. Сіздердің назарларыңызға жаздың ыстық ауа райында өте жеңіл жасалатын, тамақ батпаған кезде осындай жеңіл көкөністен, яғни кабачкиден жасалатын салат закусканың түрін ұсынғым келді. Достар, арнамда алғаш рет болсаңыздар, каналға жазылып, лайк қалдыруды да ұмытпағайсыздар. Ал енді рецебімізге кірісетін болсақ, бізге ол үшін 2 ірі дана кабачки қажет болады. Алдын ала соусымызды дайындап аламыз. Ыдысқа 3 ас қасық соевый соусымызды құйып аламыз. Оған 1 шай қасық тәтті бұрыш, яғни паприка қосамыз. Қалауымыз бойынша ащы бұрыштан да 1 шай қасықтың 1/3 бөлігін, немесе одан ащы қаласаңыздар, одан да көбірек салуға болады. 1 шай қасық кориандр, 1 шай қасық горчица, одан кейін 1 шай қасық бал қосамыз. Ал одан кейін 2 дана сарымсақты езіп қосамыз. Осы қоспаның барлығын араластырып алып қоямыз шетке, яғни соусымыз дайын болды. Ал енді сковородкамызге сұйық май құйып алып, оған алдын турап қойған кабачкиімізді 5 минуттай қуырып аламыз. Кабачкелеріміз жұмсартау деген кезінде алдын дайындап қойған соусымызды үстіне құйып жіберіп, тағы да 2 минуттай қуырып аламыз. Міне осылай жеңіл закуска салатымыз дайын болды. Оған 1 шай қасық үстіне күнжітті сеуіп, дәмін татып көруге болады. Дәмі өте ерекше дәмді болып шықты. Әрі жасалуы да оп-оңай, әсіресе кабачки сүйетін қауымдарға жасап көруге осы салатты ұсыныс етемін. Сіздермен бірге болған Дина. Назарларыңызға рахмет. Арнамда алғаш рет болсаңыздар, тіркеліп лайк қалдыруды да ұмытпаңыздар. Келесі видео рецептерде кездескенше сау болыңыздар.